Техника дүкенін аралай қалсақ, кем дегенде 4000 теңгеден 80-90 мың теңгеге дейін баратын үтіктерді көзіміз шалады. Әрине кім болса да қымбатын ел арасына атағы жайылған компанияның өнімін алғанын қалайды. Бірақ үтіктің бағасы шыққан жерінен бөлек оның тоққа қосатын сымының ұзындығына да байланысты екен. Жалпы үтіктердің бірнеше түрлері бар. Таңдаған кезде, мысалға үтіктерді таңдаған кезде, ең бірінші астындағы подошвасына қарау керек. Подошвасы әртүрлі болады. Мысалға айтсақ, мына модельде керамика болады, тағы да бар сапфировое покрытие деген керамика, металлокерамика деген бар. Соларға қарап таңдап алу керек. Керамиканың преимуществосы, бәрінен артықшылығы, ол тезірек қызады. Сонымен қатар керамика, анаделиум және сапфирден жасалған үтіктер сызылмайды. Бұған қоса үтік таңдағанда оның қуаттылығына қарау керек. Ең қымбатының қуаттылығы 2400 вольтқа дейін барады. Егерде үтіктің көмегіне көп жүгінетін болсаңыз, онда 4 литрге дейін су құя алатын түрін таңдаған жөн. Немесе тоқсы жұмыс істейтін үтік алыңыз. Мысалға мысалға беспроводный мына модель. Сіз бұны 5 минут үтіктейсіз, 2 минут зарядтайсыз, 5 минут үтіктейсіз. Бұның преимуществосы ол тоқсыз, өзіңізге кедергі жасамайды шнуры соғысы. Бірақ бұның да мощності жақсы, 2400, пароводар 170 грамм. Бұмен жұмыс жасайтын үтіктер көбіне классикалық немесе үтіктелмейтін киімдерді тегістеуге таптырмас құрал. Алайда ол сізді көп мүмкіндіктерден айырады. Мәселен, сіз онымен перделер мен төсек жабындарын тегістей алмайсыз, сонымен қатар бұмен жұмыс жасайтын түрмен де қырда сала алмайсыз. Сондықтан да үйіңізде үтіктің бірнеше түрінің болғаны дұрыс.